Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үйдегі гүлдерге қазір менің көп көрермендерім жазып жатыр маған. Топырақта түрлі зиянкестер, құрттар жыбырлап жүр дейді. Жапырақта да ақ қанатты осындай түрлі шіркейлер гүлдерімді жеп жатыр деп маған комментарийға жазады. Мен неше түрлі препараттарды шығардым. Кеше бір-екі көрермендерім ол препарат гүлдерге болмайды, ол өлтіреді деп жазыпты. Жоқ, олар өлтірмейді. Себебі біз өзіміз қолданып жүргеннен кейін ол менің де көлем өліп қалатын шығар. Қазір сіздерге айтайын деп отырған препаратын қалай қолдану керек, қай кезде қолдану керек барлығын айтамын, қалай араластырасыздар. Және видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда түрлі дәл осындай зиянкестерге қарсы түрлі видеолар бар. Ашып көрсеңіздер болады. Тіптен гүл өсіретін туған туыстарыңызға таратсаңыздар да болады. Гүлдерге негізінде зиянкестер түрлі жағдайда жұғады. Біз көбінше жаздың күндері гүлдерді далаға шығарамыз ғой, көктемде күн жылығаннан кейін. Соны навестің астына, не болмаса бір талдың көлеңкесіне, есіктің алдына, тепшектің қасына, не болмаса терезенің алдына шығарамыз, не болмаса үйдің өзінің күн ысыған кезде біз кәдімгі терезелерді ашып қоямыз, үйді сквозняк қылып. Сол кезде де үйге түрлі шыбын-шіркейлер кіреді. Содан сіздің гүліңіздің топырағына сіз су құясыз, басқа да түрлі тыңайтқыш құясыз, не болмаса жаңағы далада тұрған гүлдерге де түрлі зиянкестер қонып, соның жаңағы жапырағын жей бастайды, не болмаса топырағына кіріп алып, сол топыраққа жұмыртқа ашады. Сондай кездерде гүлдердің жапырақтары сарғайып, не болмаса түрлі тесіктер, дақтар, қара пайда болады. Сөйтіп гүлдің жағдайы нашарлай бастайды. Ол сізге өзі түрінен көрсетеді ауырып тұрған. Сөйтіп оның жапырағының түсі өзгеріп, қоңырланып, түрлі тесіктер пайда болып, жаңағы жапырағының түсі сарғайып, жасыл түс болмай басқаша болып кеткен кезде өзіңіз соны түсініп, бұл гүлдің ауырып тұрғанын түсініп, уже әрекет қыла бастайсыз. Сондай кездерде осындай түрлі препараттармен шомылдырып, не болмаса жаңағыдай топыраққа сеуіп пайдалансаңыздар болады. Ол препараттарды бір-ақ рет қана пайдаланбай, 10 күнде бір рет пайдалану керек. Себебі ол зиянкес бір шаштыңыз, не болмаса топыраққа бір септіңіз, одан кетіп қалмайды. Олар қайтадан тіршілігін бастап кетуі мүмкін. Сол кезде көбінше мынау белокрылкалар, бұлар жапырақтың астында ұшып жүреді, топыраққа жұмыртқа салуы мүмкін, тіптен осылай жапырақтың астына да жұмыртқа салады. Бұл белокрылкаларды бірінші топырақтың бетін жабасыз, сөйтесіз, пакетпен жауып аласыз, сөйтіп гүлді шайқап, шайқаған кезде гүліңізден пырылдап бұлар ұшып шығады. Сол кезде кәдімгі жылы суменен гүлді жақсылап шомылдырып аласыз. Ол сумен шайған кезде онша-мұнша жұмыртқалары түсіп қалады, және мынандай ұшып жүргендері де ұшып кетеді, не болмаса жаңағы суға жерге жабысып, жерге құлайды, қанаттары суланғаннан кейін. Содан кейін осы препараттарды араластырып, көп қой химиялық, егерде үй жағдайындағы қолдан жасалатын заттар сізге мысалы чесноктың суы, басқа да нәрселер, лавровый лист көмектеспей жатса, сіздер түрлі осындай химиялық препараттарды алып, артында барлығының өзінің инструкциясы жазылып тұрады. Сол инструкциясына қарап, араластырып, суға шашып шықсаңыз болады. Және ол жалғыз сол сіздің зиянкесті жеп жатқан гүліңізге емес, үйдегі барлық гүлге шашуға болады. Тіптен оларды сол гүлдің топырағына құйсаңыз да жарайтын қып шығарады, гүлге зиянын келтірмейтін қып шығарады. Ол препаратты егер жапырағына шашып, топырағына түссе зиян келетіндей қылып шығаратын болса, ол міндетті түрде сол инструкцияда жазылып тұрады. Сіз жаңағы шайып алған гүліңізді, шайып бір жыл суға шомылдырып алған гүліңізді кәдімгідей шомылдырып болғаннан кейін топырақтың бетіндегі пакетті алып тастап, осындай түрлі препараттарды уже жуылған таза гүлдің жапырағына, асты үстінің бәріне, жан жағының бәріне, топырағына, барлық жеріне жақсылап шашып шығасыз.
Және бұндай препараттарды көлеңке жерде, не болмаса үйдің ішінде жасасаңыз болады. Не болмаса, егер гүлдеріңіз көп далада өсіп тұрған болатын болса, ондай кезде бұлтты күндерде жасауға тура келеді. Себебі күн қатты ыстық кезде бұндай препараттарды гүлдің бетіне шашпайды. Ал енді бұл фитоверм көптеген зиянкестерге қарсы тұратын препарат. Тіптен даладағы талдарды да осымен обработка жасайды. Далада өсетін гүлдерді де түрлі жеміс жидектерді де обработка жасауға болады. Енді бұл 4 миллиграммдық кәдімгі ампулада болады. Осы ампуланы сіз 2 литр суға араластырасыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін гүлдерге су шашатын ыдысқа құйып аласыз да, жаңағы полный жапырағын тазалап жуып алған гүліңіздің бетіне асты-үстінің барлығына шашып шығасыз. Полный асты-үстінің бәріне шашып шыққаннан кейін оны күн, жаңа айттым ғой, шақшиған күннің астына қоюға болмайды. Және де бұл препаратты пайдаланғаннан кейін жаңағы топыраққа да өтеді ғой, топыраққа да шашырайды, тамады, ол ештеңке етпейді, одан қорықпаңыздар. Топырақтағы да зиянкестер осының несіменен өледі, химиялық жаңағы құрамындағы заттардан өледі. Ал енді жаңағы 10 күнде, не болмаса бір 14 күнде бір рет қайталасаңыз болады. Бір рет жақтым болды, осыдан өліп қалады деген жоқ. Ол қайтадан сіздің гүліңізге келуі мүмкін, не болмаса жаңағы топырақтан шығуы мүмкін. Егер де сөйтіп қайталап ол кетпей жатқан болса, сіз топырақтың беткі жағын 4-5 сантиметр төгіп, босатып алыңыз да, сөйтіп алып тастаңыз. Тамырға зақым келмейтіндей етіп. Содан кейін қайтадан жаңа топырақ бетіне төсеңіз. Жаңа топырақты төсеген күннің өзінде осындай препараттар, зиянкестерге қарсы препараттар бар. Ұнтақ түрінде кәдімгі топырақтың бетіне сеуіп қоятын препараттар бар. Тіптен сол препаратты чайный ложканың ұшымен, өзінің граммы сол жерде жазылады сыртында. Сол чайный ложканың ұшыменен сіз жаңағы жаңа топырақ бетіне салайын деп тұрсыз ғой, сол топыраққа азғандай араластырып барып салсаңыз болады. Себебі сіз су құйған кезде гүлге ол араластырған препаратыңыз, топыраққа араласқан препаратыңыз суға еріп, гүлдің тамырына беріледі. Тамырына берілгеннен кейін гүл одан су ішіп, ол суды ол жапыраққа қарай шығарады. Жапыраққа қарай шыққаннан кейін сіздің гүліңіздің жапырағының астына жаңағы тіршілік етіп, соның суын ішіп атқан зиянкестер сонымен бірге жаңағы препаратты да жапырақтың соғымен бірге ішеді. Сөйтіп өзінен өзі өліп жоқ болып кететін болады. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Егер де түсінбеген жерлеріңіз бар болса, сұрасаңыздар болады.